Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыз пішіндер және негізгі жазу деп аталады. Сызуда осы сызбалар белгілі бір өлшемдегі форматтағы пішіндерде орналасады. Оларды жинақтап құжат ретінде жасауға өте ыңғайлы келеді. Бұларда пішіндерде негізгі бір белгілену және өлшемдер болады. Оларды мына кестеден байқасақ болады. Мысалға 1189-да 841 өлшемнің белгіленуі А01 деп аталады. А01 деп аталады. Ал неге байқап тұрғандарыңыздай 594-да 841-ді А1 деген сияқты, сол сияқты кете береді А4-ке дейін. Енді пішіндерге форматтарға келетін болсақ, А4 негізі вертикаль орналасады, ал қалған форматтардың барлығы горизонталь, вертикаль болып орналаса береді. Үстінен басыңыз кішкентай болады. Стрелкаға оң жақтан стрелкаға, оң жақтан. Келесі неке. Осы жерде көрсеңіздер болады, неке А4 форматта вертикаль орналасады, ал қалған форматтарда горизонталь және вертикаль орналаса береді. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай неке оң жақта және үстіңгі жақта, оң жақта және астыңғы жақта 5 мм орналасады, ал сол жақта 20 мм орналасады. Бұл жақта ашық жер тұр. Бұл оларды тігіп қою үшін, жинақтап тігу үшін орналасқан. Және бұларды негізі және астында негізгі жазу бар. Бұл А4 форматында, А4 немесе қалған форматтарда ең астыңғы жерде орналасады, оң жақтың төменгі жағында орналасады. Бұл жерде өндірістік сызбада белгіленетін болса, олардың өлшемдері 185-те 55 мм болады. Ал негізгі мектептегі сызбада белгіленетін болса, ол жерде 22-де 145 болып орналасады. Мінекей мына жерде көрсеңіздер болады. 145-те 22. Бұл жерде 1, 2, 3, 4 пен белгіленеді. Мысалға, бірде бұл жерде атауы белгіленеді, сызбаның атауы. Ал мына жерде не арқылы пайдаланылғаны, және мына жерде масштабы, мына жерде номер белгіленеді, реттік номер. Бұл жерде қабылдаған адам, сызған адамның аты-жөні барлығы белгіленетін болады. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді оны білу үшін сіздерге сұрақтар қойғым келіп тұр. А4 форматта сызба қалай орындалады? Қандай горизонталь ма или басқаша ма, қалай орындалады? Жұлдызай? Горизонталь? Жоқ, А4 форматта вертикаль орындалады. Қалған форматтарда горизонталь немесе вертикаль орындалады. Ал келесі сұрағым Бауыржанға. Өндірістік сызбадағы негізгі жазудың өлшемі қандай? Соны атап берсең. Мұқият тыңдау керек еді. Бұл жерде 185-те 55 мм деп өлшемі 185-те 55 мм. Ал келесі сұрағымыз Ақмай саған қойылады. Ал мектептегі сызбасының өлшемі қандай? Сызу сызбасының? Ең соңғы бұрыштамасын, ең соңғы тақырыпты түсіндірді. Оның өлшемі 22-де 145 деп аталады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Оқушыларға баға қойсам. Бауыржаннан бастасам, Бауыржан саған 3 қоямын. Кішкене дайындалу керек, мұқият тыңдау керек. Мен тек жұлдызға қойдым, Ақмайға қойдым сұрақтарды. Жұлдызға 4-ке қоям, Талпын кішкене, Ақмайға да 3 қоям.
осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.